Құрметті әріптестер, қымбатты шәкірттер, 21 ғасыр үздіксіз жаңару ғасыры. Ақпарат секундына миллиондаған бағытқа тарап жатқан, білім шекарасыз кеңістікке айналған заманда ұстаз болу ерекше жауапкершілік. Бүгінгі педагог тек сабақ беруші ғана емес, бағыт көрсетуші, шабыт сыйлаушы, ой қозғаушы тұлға. Мен Серикова Салтанат, информатика пәнінің мұғалімі ретінде өзімнің ұстаздық болмысымды былай түсінемін. Ұстаз өркениеттің көлеңкеде қалмайтын жарқыраған шамшырағы. Ұстаз баланың жүрегіне орын алатын мейірім иесі. Ұстаз технологияны да, адам жүрегін де қатар меңгеретін шебер. Бүгінгі педагогтың келбеті жан-жақтылық. Ол цифрлық білімді меңгерген, үздіксіз дамитын, креативті ойлайтын, эмоциялық интеллекті жоғары, баламен тіл табыса алатын, ұлттық құндылықтарды заманауи біліммен ұштастыра алатын болуы тиіс. Өзімнің бойымдағы қасиеттердің бірі өлең шығару. Шәкіртке немесе әріптеске айтылар сөздің жүрекке жету үшін кейде бір шумақ жыр жеткілікті. Сондықтан бүгінгі ой толғауымды өзім шығарған шағын өлеңмен түйіндегім келеді. Ұстаз болу ұлы жол, ауыр емес, жүрегінде мейірімі бар жанға керек. Ұстаз десең ұлтыңның болашағы, сол болашақ сенен бақыт тауып өрлеп. Заманыңа сай болу басты талап, үйренемін, үздіксіз ізденемін, шәкіртіме жарық боп жол бастаймын. Ұстаз болу менің ізгі міндетім. 21 ғасырдың педагогы өзін үнемі жетілдіретін, шәкірттің жүрегімен тәрбиелейтін, технология мен мейірімді тең ұстайтын тұлға.